Мен мынау бір несін спинкасын бастап қойдым, арқасын. Бұл енді 1 жасқа дейінгі балаға арналған. Менде сондай сұраныс болды, 6 айға дейін балаға арналған. Бұның мен резинкасын да сол өлшеммен бастадым. Алған мынау ілмектердің саны дәл сондай. Тек мына жоғары жағын, қолтықтан жоғары қарай жағын мен қысқартамын, азайтамын. Жаңағы 1 жастан кейінгі балаға арналғаннан кішірек қылып жасаймын. Енді мына резинка тоқылып тұр. Кәдімгі 2-2 резинка. Егер де сіз мүлдем тоқып көрмеген болсаңыз, тоқымаған болсаңыз, онда сізге кішкене түсіндіріп жіберем. Егер де бұрыннан тоқып жүрген кісі болсаңыз, онда сіздер білесіздер резинка деген қалай болатын. Так, мына жіптің кішкене дұрыс болмай қапты. Негізі жіпті осылай ортасынан алған дұрыс. Егер кім білмейтін болса, сонда мына мотогыңыз ойнап жүгіріп жүрмейді. Бірақ мынада бір жіп шықпай тұр екен. Сол қиын болды енді. Енді шатастырмауға тырысасыз әрине. Мына мотог қозғалмай тұрады. Егер ортасындағы жіпті суырып алсаңыз, әдетте суырылатын еді, мынау енді кішкене несі ұшы тығылып қапты, мына шықты ұшы. Енді мен жіпті қалай аламын, наборды қалай жасаймын, қазір соны көрсетемін.